Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Балалар, бүгін біз зерттеу жұмысын жүргіземіз. Зерттеудің тақырыбын білу үшін мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Табамыз ба? Иә. Ал онда тыңдайық. Өзі ащы, бірақ дәмді етер асты. Бұл не екен? Тұз. Жарайсыңдар. Бұл жұмбақтың жауабы тұз екен. Олай болса, тұзды зерттеп бастайық, иә? Балалар, зерттеу жұмысын бастамас бұрын мен сендерге қауіпсіздік ережесін естеріңе салайын. Бүгін біз зерттей тұрған заттарды аузымызға салмаймыз. Денемізде қандай да бір жарақаттар болса, тұзды тигізуге болмайды. Және бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Келістік пе? Иә. Ал балалар, ас тұзын қараңдаршы. Мынау ас тұзы, мынау тас тұзы, мынау теңіз тұзы. Балалар, тұздың да көп түрлері бар екен. Ал енді ас тұзы көбінесе асханада ас әзірлегенде қолданамыз, иә балалар? Балалар, қараңдаршы, ас тұзының түсі қандай екен? Ақ. Аппақ екен, иә? Ал енді ұлғайтқышты алып, қараңдаршы. Тұз неге ұқсайды екен? Қантқа, қарға. Қантқа, қарға ұқсайды екен, иә балалар? Ал енді ұлғайтқышты қоямыздағы қолымызға қолбақты киіп алайық. Балалар, қолымызға қолбақты не үшін кидік, білесіңдер ме? Иә. Ал тұздың қатты немесе жұмсақ екенін білейік, иә? Ал ұстап көрейік. Ұстап көріңдер. Мына тұзды да ұстап көрейік, иә? Балалар, тұз жұмсақ па екен, әлде қатты ма екен? Қатты екен, дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, біз тұздың көптеген түрімен таныстық, иә? Ал енді осы тұздар жайында қызықты деректерге шолу жасап өтейік, балалар. Тұз жалпы жердің астынан, көлдерден, теңіздерден алынады екен. Біз ас тұзымен таныстық, теңіз тұзымен таныстық, тас тұзымен таныстық, иә? Ал сендер тұз жайында қандай ақпараттар білесіңдер? Мұхаммед, сен айта қойшы. Адам күніне 6 грамм тұз тұтыну қажет. Өте дұрыс айтасың, Мұхаммед. Ал Көзайым, сен ше қандай деректер білесің? Адам үшін тұз өте маңызды. Я, адам үшін тұз өте маңызды екен, балалар. Өте керемет, жарайсыңдар. Балалар, осындай теңіз тұзы мен тау тұзынан арнайы тұзды бөлмелер жасалынады екен. Тұзды бөлменің адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп екен. Тұз бөлмесіндегі ауа микробтардан таза, өте құрғақ және минералдарға бай болып келеді. Бронхит, астма, синусит, мұрын бітелу, аллергия сияқты ауруларды жеңілдетеді. Иммунитетті күшейтеді, жүйке жүйесін тыныштандырып, көңіл күйді көтереді. Жалпы балалар, тұзбен емдеуді галотерапия деп атайды екенбіз. Ал енді бұл тұз бөлмеде көп отыруға да болмайды. Балалар үшін 15-30 минут, ересектер үшін 40-60 минут жеткілікті. Балалар, осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Сендерге ұнады ма? Иә. Тұзды бөлме сендерге ұнады ма? Иә. Біз бүгін тәжірибе барысында тұздың пайдасын, зиянын, жалпы тұз жайында көптеген ақпарат білдік, иә? Иә. Ал олай болса, балабақшамызға барып, балалармен осы қызықты ақпараттармен бөлісейік. Иә.